Қайырлы күн, сіздермен бірге ләззат бүгін керемет сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызға қантымызды, қопсытқышымызды және какаомызды қосып, сары майымызбен бір келкі болғанға дейін толықтай жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа тұндыруға қоятын боламыз. Қамырымыз таңғанға дейін салмасын дайындап аламыз. Салмасына қаймағымызды және қойытылған сүтімізді жұмыртқамызбен қосып толықтай бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Қамырымызды формамызға бір тегіс етіп салып алатын боламыз. Кейінірек салмасын салып, пешімізде 160 градуста 40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды 1 сағат көлемінде суытуға қоямыз. Келесі кезекте ганашымызды дайындайтын боламыз. Шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкамызда 2 минут көлемінде ерітіп алғаннан кейін жер жаңғағымызды қосып, толықтай бір масса болғанға дейін араластыратын боламыз. Келесі кезекте дайын болған ганашты пирогымыздың үстіне құйып, бір келкі етіп, тегістеп шығатын боламыз. Мінекей біздің керемет дәмді әрі нәзік пирогымыз да дайын болды. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.